Бұл жолға шығуым керек емес еді. Оны ішім сезді. Бірақ кейде адам жүрек емес ақыл тыңдайды. Ал ақыл ештеңе болмайды деп алдайды. Таң ерте еді. Аспан сұр, ауада жаңғыр иісі бар. Ауылдан қалаға апаратын ұзақ жол. Машинаның ішінде екеуміз ғана. Мен рөлде, ол жанымда. Қайным. Көп адам үшін бұл сөз жай ғана туыстық. Ал мен үшін соңғы айларда тыныштықты ұрлап кеткен есім. Ол артқа емес, алға қарап отырды. Терезеден сыртқа көз тіккен, үнсіз. Бірақ сол үнсіздіктің өзі тым көп нәрсе айтып тұрғандай. Жұқа көйлегі бар еді, ашық емес, ұятқа да жатпайды. Бірақ дәл сол көйлек оған тым жарасып тұрды. Көйлегінің матасы қозғалған сайын ішінен байқалатын сызықтар. Мен байқамауға тырыстым, бірақ көз өтірік айтпайды. Шаршамадың ба? Деді ол кенет, жай ғана. Дауысы бұрында естігем, бірақ бүгін басқаша. Жақын, жылы. Мен басымды изедім. Жоқ, жол тыныш. Өзіме өтірік айттым. Жол тыныш еді, бірақ ішімде дауыл басталып кеткен. Бұрын біз бұлай жалғыз қалмағанбыз. Үнемі біреу бар. Үй, адамдар, күлкі. Ал қазір тек жол, мотордың бір қалыпты үні және біздің арадағы айтылмаған сөздер. Ол белдігін сәл түзеді. Сол сәтте көйлегінің матасы сәл тартылды. Мен көзімді жолдан айырмадым, бірақ бәрім көріп тұрдым. Көрмеу мүмкін емес еді. Ол менің қайным. Менің оған бұлай қарауға қақым жоқ, бірақ сезім қақ сұрамайды екен. Салқын болып кетті ме? Дедім, өз даусымның дірілін жасыру үшін. Аздап, деді ол, иығын сәл жинап. Сол сәтте мен көліктің пешін көтердім, бірақ жылу салонға емес, ішіме тарағандай болды. Жол ұзақ еді, ал уақыт тым баяу өтіп жатты. Менің ойымда бір ғана сұрақ қайта-қайта айналды. Ол да сеземе осыны. Ол маған бір сәтке қарады. Тек бір сәт. Бірақ сол көзқараста жай туыстықтан артық нәрсе бардай көрінді. Мүмкін бұл тек менің қиялым. Мүмкін бұл тыйым салынған ойлардың ойыны. Бірақ дәл сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл жол бізді бұрынғы қалпымызда жеткізбейді. Жол созылған сайын біздің арамыздағы қашықтықта қысқарып бара жатқандай болды. Алғашында бұл тек ойым еді. Кейін тынысым, соңында шындық. Ол терезені сәл ашты. Салқын ауа ішке кірді де, көйлегінің етін баяу қозғалтты. Сол қозғалыс тым табиғи, тым бейкүнә. Бірақ дәл соның өзі мені мазасыз етті. Ұзақ жол екен, деді ол, үнсіздікті бұзып. Иә, дедім қысқа ғана. Кейде сөз көп болған сайын шындық жасырылады. Ал бізде керісінше, сөз азайған сайын сезім айқындала түсті. Бір кезде жолдағы шұңқырға түстік. Машина сәл сел кетті. Ол еріксіз қолын тіреушін қойды. Сол сәтте оның саусақтары менің қолыма тиді. Тек бір сәт. Бірақ сол бір сәттің өзі жүрегімді тоқтатып тастағандай болды. Екеуміз де қолымызды дереу тартып алдық. Ол кешірім сұрамады. Мен де ештеңе демедім. Бірақ сол үнсіздік бұрынғыдай емес еді. Енді ол ауыр еді. Ол орындықта сәл қозғалды. Бұрын арада көрінбейтін бір бос кеңістік бар сияқты еді. Қазір жоқ. Иықтарымыз тым жақын. Қозғалу үшін абай болу керек. Мен жолға қарадым, бірақ ойым жолда емес. Неге дәл қазір? Неге дәл ол? Жауап жоқ. Ол өғін сәл түзеп, шашын құлағының артына ысырып қойды. Сол қимыл бұрында көргенмін, бірақ қазір басқаша қабылданды. Әр ұсақ деталь назарымды өзіне тартып тұрғандай. Сен соңғы кезде өзгере бастадың, деді ол кенет. Жүрегім бір соғып алды да, қайта орнына түсе алмай қалды. Қалай? Дедім. Даусым сабырлы шықсын деп тырысып. Бұрын салқын едің, ал қазір... Ол сөзін аяқтамады. Сол аяқталмаған сөз мені толықтай ұстап алды. Қазір қандаймын, дедім. Ол маған тура қарады. Ұзақ емес, бірақ жеткілікті.
Білмеймін, деді жай ғана. Бірақ байқалады. Осы жерде тоқтау керек еді. Тақырыпты ауыстыру, радионы қосу, әзіл айту. Бірақ мен еш қайсын істемедім. Кейде адам өзі де өзгергенін түсінбей қалады дедім. Ол басын изеді. Біз енді бір-бірімізден қашпайтын сияқтымыз. Жол бойындағы шағын кафе көрінді. Мен тежегішті бастым. Демалып алайық па дедім. Иә, деді ол, тым тез. Көліктен түскенде арадағы кеңістік қайта пайда болды. Бірақ ол енді құтқарушы емес еді, керісінше сағыныш сияқты. Кафенің ішінде жарық жұмсақ, адам аз. Біз қарсы емес қатар отырдық. Мен оның иығына тым жақын отырғанымды байқадым. Бірақ шегінбедім. Ол шайын араластырып отырып, бір сәт қолын үстелге қойды. Саусақтары бос, ашық. Мен қарадым. Ол да байқады. Ештеңе болған жоқ. Бірақ бәрі болды. Сол сәтте мен бір нәрсені анық сездім. Арадағы қашықтық енді сантиметрмен емес, шешіммен өлшенетін болды. Ал шешім әлі қабылданған жоқ. Кафеден шыққан соң екеуміз де бұрынғыдай сөйлескен жоқпыз. Сөз керек емес еді. Айтылмаған нәрсе тым көп болды. Көлікке қайта отырғанда ол бұрынғыдай емес, сәл баяу қозғалды. Әр қимылы оймен өлшеніп тұрғандай. Мен қозғалтқышты оталдырдым, бірақ ішімдегі бір нәрсе тоқтап қалғандай. Жол қайта басталды. Күн бұлттың арасынан анда-санда ғана көрінеді. Жарық бар, бірақ толық емес. Дәл біз сияқты. Бұрын осылай ұзақ жолға шыққанды жақсы көретінмін, деді ол кенет. Қазір ше дедім. Қазір ол ойланып қалды. Қазір кейде жол емес, жан шаршатады. Мен үндемедім. Өйткені дәл сол сәтте ол менің ішімдегі сезімді сөзбен айтып қойды. Оның жүзіне қарамауға тырыстым. Бірақ кейде адам өзі қашқан нәрсеге қайта-қайта қарай береді екен. Жұға көйлек, бейкүнә. Бірақ сол бейкүнәлік бәрінен де қауіпті. Бұл дұрыс емес. Бұл ойдың өзі күнә. Бірақ ойды тоқтату, сезімді өшіру емес. Сен бірдеңе айтқың келіп жүрген сияқтысың, деді ол баяу. Бұл сұрақ емес еді. Бұл байқау. Кейде айтпаған дұрыс дедім. Кейде кеш болып кетеді, деді ол. Осы жерде уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен рөлді қаттырақ қысып алдым. Саусақтарым ағарып кетті. Біз, дедім де тоқтап қалдым. Ол маған бұрылды. Толық, қашпай. Көзінде сұрақ та жоқ, талақ та жоқ. Тек күту бар. Біз не? Деді ол жай ғана. Сол не деген бір сөз мені екіге бөлді. Бір жағым ақыл, екінші жағым жүрек. Біз шекараны білуіміз керек, дедім ақыры. Ол жымиды. Ащы емес, бірақ жеңіл де емес. Шекара бар екенін айту, оны сезіп жүргеніңнің дәлелі, деді. Бұл сөзді күтпедім. Ол мен ойлағаннан да тереңірек сезіп жүр екен. Машина тағы да сәл сергетті. Бұл жолы шұңқыр емес, ішкі діріл. Қорқасың ба, деді ол. Мен бірден жауап бермедім. Иә, дедім ақыры. Өте. Мен де, деді ол. Осы екі сөздің арасында бір ортақ шындық пайда болды. Біз екеуміз де бұл сезімді таңдаған жоқпыз, бірақ оны жоққа да шығара алмадық. Жолдың бір жерінде біз тоқтауға мәжбүр болдық. Жөндеу жүріп жатыр екен. Көліктер ұзын кезекке тұрды. Күтуден басқа амал жоқ. Күн еңкейіп барады. Салонда жарық әлсіреп, бәрі жұмсара түсті. Ол орындықта қозғалды. Біз тағы да тым жақын отырмыз. Бұл жолы шегінген жоқпыз. Мен оның тынысын сездім. Ол менікін. Ешқандай қол тигізу болған жоқ. Бірақ арадағы кернеу, сөзбен айту мүмкін емес еді. Егер, деді ол даусын бәсеңдетіп, егер бұл жол болмағанда, онда да бұл сезім болар еді, дедім. Ол үнсіз қалды. Бұл келісім еді. Көліктер қозғала бастады. Жол қайта ашылды. Ал біздің ішіміздегі жол әлі жабық. Бірақ мен бір нәрсені анық білдім. Тыйым бар жерде тілек өлет деп ойлайтынмын. Ал шын мәнінде тыйым тілекке ат қояды екен. Жол қайта ашылғанмен біздің ішімізде бір нәрсе жабылып қалғандай еді. Екеуміз де сөйлеген жоқпыз. Бірақ бұл үнсіздік енді қорқынышты емес, келісілген үнсіздікке айналған. Күн батып бара жатты. Терезеден түскен жарық
Оның жүзін жартылай ғана көрсетеді. Көзі анық, бірақ ойы тереңде. Мен оның дәл қазір не ойлап отырғанын сұрағым келді. Бірақ сұрамадым. Кейбір жауаптарды есту қауіпті. Ол қолын тізесіне қойды. Саусақтары баяу қозғалды. Мен байқамауға тырыстым. Бірақ дәл сол ұсақ қозғалыс мені өзімнен айырды. Бір қадам ғана, бір ғана қимыл. Бірақ сол бір қадам бәрін өзгертер еді. Біз тоқтай аламыз, дедім кенет. Егер қаласан. Бұл ұсыныс емес еді. Бұл соңғы мүмкіндік. Ол маған қарады. Ұзақ. Тексергендей емес, түсінгендей. Тоқтау, қашу емес пе, деді ол. Мен жауап бермедім. Өйткені ішімде екі түрлі жауап бар еді. Жол бойында шағын қонақ үй көрінді. Қарапайым, ешқандай артық нәрсе жоқ. Навигаторда дәл сол жерді ұсынды. Түнде әрі қарай жүру қауіпті екен. Мен тежедім. Машина тоқтады. Екеуміз де бірден түскен жоқпыз. Бұл тоқтау тек көлікке емес, таңдауға қатысты еді. Бір түн ғана, дедім. Ертең ерте жолға шығамыз. Ол басын изеді. Сол изеудің ішінде көп нәрсе бар еді. Бөлмелер бөлердек болды. Бұл ең дұрыс шешім. Кілтті алған кезде қолымыз тағда бір сәтке түйісті. Бұл жолы еш қайсымыз тартып алған жоқпыз. Тек баяу ажыраттық. Дәліз тыныш. Қабырғалар жұқа. Әр дыбыс анық естіледі. Ол өз бөлмесіне кірер алдында маған қарады. Жақсы түн, деді. Жақсы түн, дедім. Есіктер жабылды. Бірақ түн басталды. Бөлмемде жарықты өшіріп, төсекке жаттым. Ұйқы жоқ. Ойым көрші бөлмеде. Ол да ұйықтап жатыр ма? Ол да дәл мен сияқты төбеге қарап жатыр ма? Дәлізден бір дыбыс естілді. Есік ашылғандай болды. Әлде менің қиялым ба? Жүрегім қатты соқты. Орнымнан тұрдым. Есіктің алдында тұрдым. Бірақ ашпадым. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Біз енді бір-бірімізге тиіспей-ақ ең қауіпті шекке жеткенбіз. Бұл үнсіз келісім еді. Бұзуға да болады, сақтауға да болады. Ал таң бәрін шешеді. Түн ұзақ болды. Сағаттым тықылы да, желдім сыбырда естілмейді. Кек ойдың дауысы. Мен қайта-қайта есікке қарадым. Ашылмайды. Ашылса да мен ашпауым керек еді. Дұрыс пен тілек бір-біріне қарсы тұрғанда адам қайсысын таңдайды? Таңға жуық қана көзім ілініп кетіпті. Есік қағылған дыбысқа сел кетіп ояндым. Жай қағу, асықпай. Бұл кездейсоқ емес еді. Есікті аштым. Ол тұр. Үстінде сол жұқа көйерлек емес, қарапайым жемпір. Шашы жиналмаған. Беті ұйқыдан жама тұрғандай. Бірақ көзі ояу. Ұйықтай алмадым, деді ол. Мен де. Шай ішейік, деді ол. Төменде асхана ашық екен. Бұл ең қауіпсіз ұсыныс. Ең қауіпті сәтте. Біз бірге лифтпен түстік. Екеумізде бір-бірімізге тым жақын тұрдық. Қолымыз тағда тиіп кетті. Бұл жолы еш қайсымыз шегінбедік. Бірақ қыспадық та. Асхана бос еді. Таңғы жарық терезеден ішке енді. Кеше бәрі бұлдыр болса, бүгін бәрі анық. Кеше деп бастады, ол да тоқтады. Айта берме, дедім. Кейбір нәрсе айтылмаса да түсінікті. Ол басын изеді. Біз дұрыс істеп жатырмыз ба, деді ол. Бұл сұрақтың жауабы оңай емес еді. Біз өзімізді ұстап отырмыз, дедім. Бұл ең қиыны. Ол жымиды. Бұл жолы жылы. Демек, әлі де адамбыз, деді. Біз шай іштік. Жай ғана. Кәдімгі адамдардай. Бірақ әр жұтым бір шешімнің салмағындай. Жолға қайта шықтық. Таңғы ауа салқын, бірақ кешегідей ауыр емес. Көлікте біз бұрынғыдан да тыныш отырдық. Бұл тыныштықта өкініш жоқ еді. Тек қабылдау бар. Мен бұл жолды ұмытпаймын, деді ол бір кезде. Мен де, дедім. Бұл қоштасу емес еді. Бұл есте сақтау. Қала көрінді. Біздің бағытымыз да, тағдырымыз да қайта бөлінетін жер. Мен көлікті тоқтаттым. Ол түспей тұрып маған қарады. Кейде ең үлкен сезім жасалмаған қадамда қалады екен, деді. Мен басымды изедім. Сол үшінде ол өшпейді, дедім. Ол есікті жапты,
кетті. Мен артынан қарадым. Ұзақ. Жол аяқталды. Бірақ сол жолда қалған сезім өмір бойы бірге жүретін сияқты.